Айтыңыз. Міне мына жағын жаңағы кесіп турап бересіңдер. Мына сүйекті бір табаққа қойып бересіңдер. Мына құдаларға міне тоже міне несі бар міне. Жіліктің басын былай кесесіңдер. Мына піскеннен кейін турап жібересіңдер. Так, жамбас қайда? Міне жамбастар бар міне. Жамбасты қайда қойып едік жаңа? Жамбастар. Жамбас деген мынау емес пе? Жоқ, ол емес. Ол емес жамбас. Құдаларға тартатын жамбас. Міне жамбас, міне. Міне мына жамбас осы қосылып бір құданың табағына тартылады. Мына жамбас. Вот міне жамбастың тағы жартысы бар мына жерде қазір. Қайданы қойып қазір. Мынау қанша килограмм көтереді мынау батя? Ол 40-қа дейін көтереді. Болды онда. Бірден салсылайық. Жамбас бүкін қазір табағымыз. Жаңа жарып едік бар. Жамбас. Мынау суп набор деп қойсам. Суп набор. Оны үйдегі тамаққа тартылады ғой. Үйдегі тамақ қойып. Суғын. Тамақ. Түліктерден жібереді, жамбастан тағы жібереді. Міне, құдалар жаққа бір жағын бір жілік міне. Міне, бұған мынандай мясо жібереміз. Солайтын бір табаққа. Міне, мынаның піскеннен кейін, мына ағын кеседі де, жілік тартады, мына ағы етін турайды. Так, енді міне жерде тағы бір жілік міне. Тағы бір жілік кетті. Мына ақта міне, мынаны филейка дейді. Бұл да бір табақ болып тартыла береді. Мына міне жамбастың шеті міне. Жамбас. Бұл да бір табақ. Так. Мыналардан тарту керек міне. Бұл да жарайды. Міне омыртқалардан. Кетті міне омыртқа. Тартыла береді бәрі. Араластырып. Міне жамбастың тағы бір шеті міне жамбастықы. Міне жамбас осылайынан қойылады. Так. Мынау еті мен мынау да кете береді. Жастар жаққа. Бұл жарай береді. Мынау бар. Міне бір. Ет сөк көп кетпесін, таза ет. Мынау да жастар жаққа кете береді. Міне бір жілік тағы. Міне мынау тоже таратыла береді. Так. 20 келе болды ма? 20 келе болды. Так. Мына омыртқадан берейік. Так, мынаған бір таза ет қосып, мынаны жіберетін. Мына көсекке мынаны. Тоқта, оны әзір кетіп осылай. 27 килограмм қоссам, 30 келе болады. Так. Так, қабырғаның басынан қосу керек тұрады. Мына жақта қабырғаның басы бар. Мынау да болады. Мынау бар. Қабырғаның бастары қайда? Қабырғаның бастары. Мынаны да тарта беруге болады. Бұл 33 килограмм болады сияқты ғой? Осымен 30 килограмм болады. Фул деп 30 килограмм көтереді екен. 30 килограмм көтереді екен. Татыңыз, анау 28-де 2. 760 тастаймыз ғой. 29. Болды 29-да. Болды ровно 29. 1 килограмм бұлай өлшей салайық. Симайды ғой болды. 29 қылайық па оны? Жоқ, 29, сосын 1 килограмм бөлек өлшей салайық. Сөйтейік. Иә, симайды ғой.